Армысыздар, қайырлы футбол күні құрметті көрермен. Тікелей эфирде футбол Қазақстан 2-ші лигасы 6-шы турасында өтетін Мақтарал Қазаст Қазақстан спорт және туризм академиясының командасы міне Атакент ауылына қонаққа келіп отыр. Және осы командалар арасындағы матчты біз сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Міне ойын басталды, тіпті 3 минут ерте басталып кеткенін байқап отырмыз. 17:00-де деп көрсетіліп еді ойынның басталуын, бірақ міне 16:57-те төрешінің ысқырығы шалынды. Сөйтіп біздің матчта басталып та кетті, құрметті көрермен. Ал енді бұл матчтың комментаторы мен Бексұлтан Кеулімқос. Назарымыз отандық футболымызда. Мақтарал міне өз алаңында Алпамыс Батыр стадионында өзінің кезекті қарсыласын қабылдап отыр. Мақтарал құрамына келетін болсақ, бастап құрамда қақпада 1-ші нөмірлі Алексей Повышев, 14-ші нөмірлі команда капитаны Мейрамбек Серікбай, 3-ші Данияр Қанапиев, 5-ші нөмірлі Қанат Әшірбай, 8-ші Бақтияр Елбаев, 10-ші нөмірлі Нұржан Дәндібаев, 17-ші Мақсат Иманали, 24-ші Юрий Аханов, 71-ші нөмірлі ойнайтын Самат Мәжит және 73-ші нөмірлі Нұрдәулет Серік пен 75-ші нөмірлі Мұстафа Рейсов. Бұл Мақтарал командасының бастапқы құрамы. Ал Қазас командасының бастапкері Илан Омаров шыған ойыншылар міне мынадай. 1-ші нөмірлі Думан Шалғымбаев, 3-ші нөмірлі команда капитаны Бақытжан Биманбет, 2-ші Бекімхан Нарымбет, 4-ші нөмірлі Едикар Жамбуханов, 8-ші Салауат Абдулахмет, 9-ші нөмірлі Абзал Сатыбалды, 11-ші нөмірлі Шағдияр Ботантаев, 20-ші нөмірлі жедеде Өмірәлі Карл, міне негіз құрамында екен бүгінгі ойында. 23-ші нөмірлі Рахат Әуесханов, 30-ші Емел Сағидолда және 77-ші нөмірлі жедеде ойнайтын Алан Сатқанов. Алаң елдерінің шабуылы соққы бағытталды жақын бұрышқа. Бірақ бұл нүктеден енді тікелей соққы бағыттап гол соғу қиын еді, бірақ қиыннан қиыстырып бұл жерде Мақтарал шабуылдады. Дегенмен Нұржан Дәндібаевтың бұл тепкен добы қақпа бағанынан қиыс ұшты. Қақпа қармай бірден допты қабылдап соққы бағыттап көрді. Дегенмен міне ол жоспары жүзеге аспады. Мақтарал міне ақ жасыл жейдеде алаңгерлері жалпы бұл ойында тағы да өз алаңында жеңіске жетуге тырысады. Жалпы турнирлік кестені ашып қарайтын болсақ, Мақтарал оңтүстік батыс конференциясында 5-ші сатыда, ал бұл жерде қауіпті шабуыл мүмкін еді. Дегенмен футболшы ойыннан тыс қалды. Офсайд. Қапталдағы төреші жалаушасын желбіретті. Тағы да Дәндібаев болды көзге түскен. Дегенмен ол ойыннан тыс қалды. Мақтарал 5-ші орында 5 ойын қорытындысы бойынша оларда 10 ұпай. Ал Қазас командасында бар болғаны 5 матчта 4 ұпай. 4 ұпай ғана өз есебінде жазған екен. Жалпы жағдай мәз емес. Дәл қазір олар 9-ші сатыда 12 командадан бір конференция құрылатын еске салайық. Жалпы 12 командадан оңтүстік батыс конференциясы және солтүстік шығыс конференциясы ойнайды. Жалпы оңтүстік батыс конференциясында барлық командалар ұпай жоғалтып үлгерді. Ал бұл жерде оң қанаттан шабуыл біздің бұл әңгімемізді тоқтатты және мына бір шабуыл енді бұрыштамадан жалғасады. Қазір бұл шабуыл. Мақтарал алғашқы минуттарда өте белсенді, қарсыласты қыспаққа алып, міне Ернар Омаровтың командасын қорғанысын біраз мазалады. Жалпы қорғанысын дал-дұлын шығарып жатыр десек болады. Ал мына бір сәтте Мақтарал командасының футболшысы Мұстафа Рейсов жарақат алып қалыпты. Дәрігер келіп медициналық көмек көрсетіп тұр. Ал оған дейін бізде үзіліс. Футболшылар бұрыштан пас қашан асатын
күтіп отыр. Иә, 5-ші тур ойындарына тағы бір шолу жасақ. Жалпы өткен турда 12 ойында 42 гол соғылды. Жалпы голға толы ойындарды біз тамашаладық. Сонымен қоса Казас өз алаңында Акас командасын қабылдап еді. Футболленд стадионында, яғни спорт және туризм академиясының командасының өз алаңында Акасты қабылдады. Ол ойында бір қызығы 8 сары қағаз көрсетілді және бір қызыл қағаз бас төреші қалтасынан шығарып ойыншыға көрсетті. Сөйтіп ең көп ескерту қағаздары көрсетілген матч болды. Ол ойын 2-3 нәтижесімен аяқталды. Акас сырт алаңда жеңіске қол жеткізді. 3 пайда соңғы минуттарда жұлып әкетті. Алғашқы тайм қарқынды өткенімен барлық голдар негізі ол ойында екінші таймда соғылды. Акастың тәжірибелі футболшысы Сергей Кридин 2 тур қатарынан 2 голмен қанжығасын байлады. Сергей Кридин 49-ші минутта гол соқты ол ойында. Сөйтіп, осылайша ол 4 голмен сұрмергендердің қатарына кірді. Алайда 70-ші минутта Өмірәлі Карл бұрыштамадан тікелей гол соқса, артынша қақпа маңдайшасынан қайтқан допқа бірінші болып үлгерді. Қонақтар тез арада ес жиып бұрыштамадан ойын нүктесін қойды. Жалпы 0-2 есебімен жеңіліп жатыр еді, бірақ Карл 2 гол соқты. Карл, сен не істедің деп біз бәріміз таң қалдық. Дегенмен 78-ші минутта Васильченко Акастың 3-ші голын соғып жеңісті жұлып алып кетті. Мақтарал да жеңілді өткен турда. Мақтарал Іле Алатауға қарсы сырт алаңда матч өткізді. Ал Мақтаралдың шабуылы міне сол қанаттан ойыншы айып алаңына енді, және бұл пенальти беретін жағдай емес, ол үшін ойынды жалғастыру керек, бірақ шабуылдағы фол орын алды, құрметті көрермен. Казас командасының капитаны Бақытжан Биманбетке қарсы ереже бұзылды. Осылайша Мақтаралдың шабуылда аяқталды. Іле Алатау Мақтарал ойынын қайта еске алатын болсақ, ол ойын 2-1 нәтижесімен аяқталды. Іле Алатау өз алаңында жеңіске қол жеткізді. Соңғы минуттарда Шейхислам Құлахметов пенальтиден соң жеңісті голды соғып кетті. Сөйтіп Іле Алатау 3 пай еншіледі. Мақтарал шабуылы офсайд. Футболшы ойыннан тыс қалған екен. Александр Стародубов, Іле Алатау командасының тәжірибелі ойыншысы, 57-ші минутта есепті ашты. Сосын Бақтияр Елбаев 78-ші минутта таразы басын тең қылды. Дегенмен Шейхислам Құлахметов пенальтиден соң 90+2-ші минутта жеңісті голды соқты. Шейхислам Құлахметов міне осы маусымда өзінің тағы да кезекті пенальтиден голын соғып, Іле Алатау жеңіске қол жеткізді. Сол ойында Александр Стародубов айып тобынан керемет гол соғып еді. Ол допты қақпашы қайтара алмады. Сосын қорғаныстағы қарбалас сәтті пайдаланған Бақтияр Елбаев 78-ші минутта есепті теңестірді. Жалпы 2-1 есебімен жеңілді. Нәтижесінде әлі жеңілсін дәмін татпаған алматылықтар күтпеген жерден 3-ші орынға бірақ көтерілді. Ал басты фаворит саналған Мақтарал бірінші рет ұпай жоғалтты. Сөйтіп, ұпай жоғалтып, Мақтарал қазір турнирлік кестеде 5-ші орынға төмен түсті.
яғни 5 ойында оларда 10 ұпай, 3 жеңіс, 1 тең ойын және 1 рет Мақтарал жеңілді. Мақтаралдың ұпай жоғалтқанын бұл жерде Аказ Қайсар шиелі пайдаланып, алдыңғы қатарға көтерілді. Ал бұл жерде Дәндібаевтың соққысы және бұл гол, құрметті көрермен, Мақтаралдың шабуылдары міне жеміс берді. Ақыры дегені алаң иелері өз дегеніне жетті. Шабуылдады қаншама рет қонақтардың қорғанысын дал-дұлын шығарды. Сөйтіп міне Мақтарал есепті ашты, құрметті көрермен. 1-0. Нұржан Дәндібаев осының алдындағы сәттерде бірнеше мәрте ойыннан тыс қалды. Дегенмен бұл жолы міне сол аяқпен құйтұрқы соққы жасады. Сөйтіп ол добы қақпаға енді. Думан Шалғымбаев командасына көмектесе алмады. Жалпы бұл соққыны қайтаруға болатын еді, дегенмен қақпашы ерлемеді. Мақтарал өткен ойындағы жеңілістен кейін әрине ашулы. Бар ызасын енді осы Қазас командасынан алайын деп тұр. Әсіресе өз алаңында Мақтарал өте мықты. Жалпы қарсыластарына шақ келтірмейді. Жалпы өткен ойында Мақтаралдың жеңісті сериясы аяқталып қалды. 3 ойын қатарынан жеңіп келе жатыр еді. Іле Алтауға келіп сүрінді. Дегенмен Мақтарал 2 ойын қатарынан өз алаңында, дәл осы Алпамыс Батыр атындағы стадионда жеңіске қол жеткізіп келеді. Және сол жеңісті серияны әрі қарай жалғастыруға болады. Бұл ойында міне өте сенімді бастап отыр. Өз алаңында әрине Мақтарал әлде қайда мықтырақ ойнайды. Жанкүйерлердің қолдауының арқасында осыған дейін Мақтарал Тараз жастар және Ақтырау жастар командаларын қапы қалдырды. 1-0, 2-1 есебімен қарсыласынан басым түсті. Міне бұл ойында да алғашқы гол соқты. Ал енді қонақтар топты өз бақылауына алды. Бұл голға деген реакция. Әрі қарай енді осы допқа иелік етуді қалай пайдаланады екен. Ал бұл жерде Мақтаралға қарай аттанды. Дәндібаев офсайдта екенін сезіктенген секілді, өйткені қорғаушылар жасанды офсайдты. Офсайд бұл жерде тұзағын ұйымдастырды. Сөйтіп, әне шабуылды бастамай жатып тоқтатты. Бастамай жатып осылай шабуыл тоқтатты. Не надо, сами придут. Есть право. Есть. Все спокойно. Демид, давай его Дони потом. Салат. Қонақтар шабуылы. Қорғаушы бұл жерде соққы мүмкіндік бермеді. Кана, в полоборота стоит. Ал енді бұрыштама. Қазас командасының алғашқы бұрыштама добы. Топ бәрін асып өтіп кетіп қалды. Алға қарай пас берілді, бірақ шабуыл шебінде ешкім жоқ.
оборота, тройка. Алан, быстрее, Алан, решай. Ну да, не надо тебе по нему играть. Быстрее, Абик. Я бүгін 15 мамыр Не надо за ним опускать. Это левая. екінші лиганың екінші ойын күні. Сейсенбі және сәрсенбі күндері бізді екінші лиганың ойындары өтеді. Дони, давай быстрее. Дәндібаев тарапына пас, сонымен шабуылшы қақпашымен бетпе-бет шықты. Және бұл пенальти. 11 метрлік айып добы әрине допқа үлгермеді қорғаушы. Сол үшін осылай Бақытжан Биманбет ереже бұзды. Ал Дәндібаев міне еңбегінің жемісі ақталды. Соңына дейін жылдамдығын жүйткіп жүгірді. Міне қайталауын тағы бір тамашалайық. Қорғаушы мына бір сәтте үлгерді ме? Ал бұл ойынның бас төрешісі Рамазан Нұрдинов. Сенімді шешім шығарды. Бірден нүктеге көрсетті. Сонымен пенальти, құрметті көрермен. Мұстафа Рейісов соққы және гол. 2-0 есеп еселенді. Мұстафа гол соқты. Нұржан Дәндібаев пенальти алып келді командасы үшін. Ал Мұстафа болса сенімді ақтады және осылайша керемет голын тойлады. 75 нөмірлі ойыншы қақпаға бір қарады, сосын солға қарай тепті. Ал қақпашы болса мүлде басқа бұрышқа секірді. Қақпашы соққының бағытын таба алмады. Сонымен Думан Шалғынбаев оң қанатқа. Ал қонақтардың жағдайы мүшкіл. Есеп 2-0. Психологиялық тұрғыда қазір спорт және туризм академиясының футболшыларына өте ауыр. Жаңа бір сәтте Бақытжан Биманбет үлкен тәуекелге барды. Жалпы екі футболшы да допқа үлгермеді, бірақ енді пенальти бұл жерде заңды қойылды. Аут. Допқа талас. Доп әлі де қонақтарда қала береді. Кеше біз екінші лиганың бірнеше матчтарын көрдік. Жалпы біз күтпеген нәтижелерде тіркелді. Кеше оңтүстік өз алаңында Іле Алатауды қабылдады, 4-2 есебімен жеңді. Қайсар Шиелі Жасқыранды 4-3 нәтижесімен қапы қалдырды. Аса қызықты өткен ойын, 7 гол соғылған матч. Бұл оңтүстік батыс конференциясының екі командасын текетіресі. Осылайша Қызылорда облысының командасының жеңісімен аяқталды. Ордабасы жастар Тараз жастарды қабылдап 1-0 минимал есебімен қапы қалдырды. Акас Тұран жастар командасын 6-0 есебімен ойсырата жеңді. Астана жастар Тобыл жастар арасындағы матчта голдар соғылмады. 0-0 болды ойында. Ал Дәндібаев бұл жол үлгеремеген. Үлгерді. Қақпашының қателігі, бірақ қорғаушылар көмекке келіп жетті. Жамұханов абырой болғанда Нұржан Дәндібаевты тоқтатты. Әйтпесе 3-ші гол соғуға Мақтарал командасы өте жақын болды. Қақпашы сенімсіз ойнады. Осылайша шабуыл аяқталды. Дәндібаев артқа қарай нұсқаны тапты. Мұстафа
Айбалаңына енді. Міне пас. Жамұханов қайтарды. Оңғаттан шабыл әрмен қарай жалғасады және Қанапиев. Жаңа шабуылды жалғады. Серікбай. Орталық қорғаушыға. Ал бұл Қанат Әшірбай. Отандық футболдың жанкүйерлері. Қанат Әшірбай жақсы таниды. Ал сонымен бұл пас діттеген жеріне жетпеді, өйткені Өмірәли Карл қарсыласын алдырып кетті. Дегенмен доп әлі де Мақтаралда. Үш қорғаушы формациясымен Мақтарал командасы ойнайды екен, қазір байқап отырмыз. Қазақ командасы да сондай сұлумен өнер көрсететінін біз білеміз. Қанат Әшірбай допты алаң сыртына шығарып тастады. Сонымен Айбалаңда пас. Ой-ой-ой. Бұрыштама таяқшасын құлатып түсірді мұна бір доп. Бірақ доп әлі де алаңда. Міне қызығы. Ажақта таяқша тұрмағанда негіз доп алаң сыртына шығып кететін еді. Бірақ бұрыштама таяқшасына тура дейді. Сол қанатқа пас. Ал құрметті көрермен, Атакент ауылында, Түркістан облысында жалпы күн аптап ыстық. Сол үшін тайм ортасында 1 минуттық үзіліс, сонымен қоса осы үзілісте міне бұрыштама таяғын скотчтауға да уақыт туып отыр. Ал бұл тәртіп бұзылған және пенальти орындалған сәт. Сонымен қоса Мұстафаның да гол тойлауы. Айнала секірді. Сәл сәтсіздеу шықты. Екіден нөл. Кішігірім тайм-аут десек те болады. Сонымен үзіліс аяқталды. Төреші Брокпен екі қоянды атып сүртесек болады. Мына үзілісте футболшылар да су ішіп, тамағын жібітіп, мына ыстық ауа райында сәл тынығып алды. Сонымен қоса бұрыштама таяғы да қайта қалпына келді. Осы стадионның
жұмысшылары оны скотчтап қас қалпына қойып қойды. Қас қалпына келтірді. Сонымен Қазақ командасының позициялық шабуыл қазір басталады. Билдап қалай құрылады екен көрейік. Ортаға пас, шабуыл шебінде бір сызықтың бойында тіпті 6 футболшы десек болады. Забирай мяч. Аут. Кешегі өткен ойындар жайлы әңгімеледік. Ал бүгінгі ойын күннің алғашқы матчы ол Алтай жастар Шахтер арасындағы матч болды. Сырт алаңда жалпы екінші лиганың солтүстік шығыс дивизиондағы көшбасшысы Шахтер жастар жеңілді. Ал Дәндібаев алға ұмтылды. Мұстафаға пас. Бірақ бұл дуэттің шабуылы ілгері басқан аяғы кері қайтты. Және осылайша шабуыл аяқталды. Дегенмен доп әлі де алаң иелерінде. Бұл жолы сол қанаттан. Бірақ мына пас тым биік ұшып алаң сыртына кетті. Әшірбай. Мен бұрыштама. Спорт және туризм академиясының жасақталған құрамы. Ал бұл жерде Сарығаз. Төрешімен салғыласқан үшін Бегімхан Нарымбет ескерту қағазын алды. Еш керегі жоқ болатын бұл қағаздың. Енді амал жоқ. Бас бапкер бұл ойыншыны енді екінші таймда ауыстырды. Әйтпесе Сарығазбен қорғаушыны қалдыру енді үлкен тәуекел. Екінші Сарығазды алып алаңнан қуып кетуі мүмкін. Бұрыштама добы Мұстафа, міне пас. Топ биік ұшты, әдем ұшты, бірақ соққышауға мүмкіндік тумады. Дегенмен доп әлі де мақтаралда қала береді. Өйткені қонақтар ойыншысының біріне тиіп, топ алаң сыртына шықты. Бұл жолы енді оң қапталдан пас асырады алаң иелері. Сонымен тағы да бір бұрыштама добын Атакент кентінің ойыншылары орындайды. Үшінші бұрыштама қатарынан қазір Мақтарал көтереді. Міне ойнатты. Мұстафа пас. Қақпашы қайтарды. Керемет техника, пас. Пасы азмаз енді. Сәт шықпады. Мақтарал шабуылы. Оң қанаттан Мұстафа Рейісов. Бірақ топты тоқтатылмады. Қанша жылдамдығын қосса да топ алаң сыртына шықты. Аут. Бұл жерде енді командалардың шеберлік деңгейлері
Жермен көктей деген қалай ауыр естіле ме естілмей ме дегенмен де шын мәнінде командалардың деңгейі екі түрлі. Мақтаралдың басымдығы айдан анық. Қонақтар бірде-бір мардымды шабуыл ұйымдастыра алмады. Тек қорғаныста. Ал Мақтарал болса қазір 3-ші, 4-ші, 5-ші гол соғуға ұмтылыс жасауда. Төртте 0, 5-те 0 аяқталатын ойын сияқты. Нопас тура жетті. Әріптес қайтарып берді Қанапиевке. Ортаға пас. Бірақ ол нүктеде ешкім табылмады. Мұстафа. Пас беру керек. Қорғаушылар торолдап тұр оны, бірақ бұл бұрыштама. Мұстафа бұрыштан пас асырды. Серікбай түйіп көру керек. Соққышсады. Жақсы соққы, бірақ сәл қиыстау ұшты бұлдып. Қақпа жақтауынан сәл ғана биік ұшып кетіп қалды. Өмірәлі Карл. Тәртіп бұзылды. Карлға қарсы. Айып тоба. Міне пас. Допты Казас тартып алып еді, бірақ ұзаққа онда сақтай алмады. Рахат Әуесханов қорғаушы қайтарып берді. Сонымен ал бұл жерде Абзал Сатыбалдыға қарсы бірден екі қорғаушы атылып шығып, одан допты жылдам тартып алды. Алексей алға қарай тепті. Өте қауіпті ойын болды мынау Мақтарал командасының ойыншысынан, бірақ тәртіп бұзылмады. Абайлап ойнау керек. Бақытжан Биманбет. Көзді ашып жұмғанша 35 минутта өте шықты. Жоғары жылдамдықтағы футболды көріп отырмыз. Қызықты ойын. Мақтарал және Қазақ спорт және туризм академиясының ұжымы. Ал енді қонақтар шабуылға аттанды. Қорғаныста Қанат Әшірбай.
Сонымен алға қарай пас, әріптесіне тура жетті бұл доп. Мақсат Иманәли. Ай, Дәндібаев. Мүлт кетті. Нұржан екінші гол соғуға керемет мүмкіндік болып еді. Мақұл, келесі жол соғатын жар. Да. Ой, Карл. Сен не істеп жатсың? Жақсы пас. Карлға доп қайтып келіп жетті. Карл, міне ортаға қауіпті жағдай. Ай. Өмірәли Карл бұл жүрде. Өз бастап шабуылды. Керемет ұйымдастырып еді. Ал бұл жүрде Мақтаралдың жауапты. Қарымта шабуылы. Бірақ Дәндібаевтың тепкен добы қақпа бағанын қиыста ұшты. Алғашқы голын бұл жүрде Дәндібаев сол аяғымен түйіп гол соғып еді. Бұл жолы өзінің оң аяғымен түйіп қақпаны көздеп еді, бірақ сәтсіздеу шықты. Негізі оң ағай Дәндібаев. Ал Серікбай қарсыластың алдын ұрап кетті. Мұстафа екі ойыншының арасына сылып өткісі келді, дегенмен ойлағаны жүзеге аспады. Пастың жетуі қиын болды. Керемет алып шықты. Дәндібаевқа пас. Ой, қандай тамаша пас. Пас шіркін. Дәндібаев. Бұл пастан кейін әрине гол соқпасаң үлкен күнә болады. Енді Дәндібаев дубль рәсімдеді. Керемет пенальти әкелді командасына. 2 гол соқты. Мақсат бұл жерде Нұржан Дәндібаев тағы да көзге түсті. Алдына пас шығарған кім? Байқамай қалдым. Дәндібаев. Шапшаң ойыншы. Соққысы да керемет. Нұржан Дәндібаев осы ойындағы өзінің 2-ші голын соқты. Керемет. Бәрекелді. Зор гол. Зор соғылды. Пасы енді айта алмайым. Бұны енді бір нәрсе қылып домбырамен жеткізбесең айту қиын. Қателеспесем, Мақсат Иманәли гол пасын шығарған. Сол қапталдағы қорғаушы қарсыласын алдын орап кетіп мінсіз пас шығарып еді. Тәртіп бұзылмады деп есептейді бас төреші. Топқа талас. Үштелер, құрметті көрермен. Алғашқы таймда міне Мақтарал бар мәселені шешіп тастады, бірақ енді ойынымыз жаман қатты қызық өтіп жатыр. Тәртіп бұзылды. Қанапиев.
Енді қонақтар айып тобын орындайды. Осындай айып топтар әрине гол соғуға керемет мүмкіндік. Доп алдында Рахат Әуесханов сол аяқпен қақпа маңына пас шығаруға дайын тұр. Сонымен міне пас жақсы ұшты. Топ әлде қонақтарда. Алан Сатқанов. Ал шабуылда Дәндібаев әрине үнемі қауіп тудырып отырады. Оған көмекке әрдайым Мұстафа Рейісов дайын. Ал мынау пас тура жетті, қараңыздаршы. Және допты қақпашы қазір іске қосады. Ойынымыздың 43-ші минут өтіп жатыр. Жалпы бұл матч 3 минутқа ерте басталды. 16:57-те бас төрешінің ысқырығы шалынды. Біз де күтпей қалдық. Аяқ асты бұлай ерте басталған. Сол үшін міне ерте бастасақ ерте қайтамыз деп ойлаған шығар. Қанапиев. Сонымен Елбаев. Диагонал пас. Ой-ой-ой, қалай жетті. Қандай техника. Алыстан соққы. Ай, мына доп кіріп кетсе енді. Пушка шышты да аямай беруге болатын еді. Өйткені мынау пас, мынау тоқтату. Беймарал тоқтатты ғой. Нұрдәулет Серік. Мақтарал мынау ойынмен екінші лигада не істеп жүр? Түсініксіз енді. Сұмдық. Серікбай. Бұл бас бәрінен асып алаң сыртына шығып кетіп қалды. Қателік. Гол. 2 дубль. 2-2 голдан міне Мұстафа Рейісов пен Нұржан Дәндібаев соқты. Мұстафа бірінші голын пенальтиден соң, екінші гол міне қарсыластың қорғаныстағы қателігінен кейін соғып отыр. Бәрекелді. Ендеше, ой-ой-ой, бұл жолы енді керемет. Айнала секірді. Алғашқы голында сәл құлап қалып еді осылай секірем деп. 4-0. Мен осы ойында Мақтарал 4 немесе 5 гол соға ма деп болжап едім. 4 голдың өзін бірінші таймда соғып тастады. Сұмдық. Мақтарал. Матч басында да айттық, жалпы екі команданың деңгейі жер мен көктей деп. Міне ол сөзіміздің дәлелі табылуда. Айып тобы. Абырой болсын деп қазір 1 гол соғуға қонақтар тырысып көреді. Бұрыштама. Алғашқы таймның соңғы шабуылы. Міне пас. Алексей ойынға араласты. Ал құрметті көрермен, Мақтарал, Қазаст
ойынымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Екінші тайм басталды. Және алғашқы тайм қорытындысы бойынша есеп 4-0. 4 гол алаң иелері соғып тастады. Міне Мақтарал қонақтарды ойсырата жеңіп жатыр. Міне Ботантаевтың орнына Абай шықты. Әрине 4-0 есебінен кейін футболшылар ауысымы қажет. Он екінші минутта Дәндібаев есепті ашты. Сосын 18-ші минутта пенальтиден Рейісов есепті еселеді. 39-ші минутта Дәндібаев керемет пастан кейін есепті 3-0-ге жеткізді. Және Рейісов, Мұстафа тайм түгесілер тұста есепті 4-0-ге жеткізді. Командасын 4-ші голын соқты. Осылайша алғашқы таймда аяқталды. Міне Рейісов алаңдағы орын Әли Оғылға тапсырған екен. Осындай бірнеше ауысымдар орын алды. Ол ауысымдар туралы сәлден соң қайта қозғаймыз. Жалпы алғашқы тайм статистикасы қақпаға соққылар бойынша 11-де 1. Мақтарал 11 рет. Шалғынбаев қорғаған қақпаға соққы бағыттапты. Ал Қазас болса бір ғана соққы жасады. Допқа иелік ету пайыздық көрсеткіші 51-де 49. Жалпы допқа бақылау бойынша шамалас командалар. Және есеп 4-0. 4 гол соғып үлгерді Мақтарал. Жалпы бұрын басқа командаларға Мақтарал әлі осыншама гол соқпаған. Мақтарал максимум 2 гол соқты. Ал бұл жерде шабуыл 5-ші гол соғуға ұмтылыс дегенмен тым көп, тым ұзақ бұл жерде Мақтарал командасының ойыншысы Серікбай ойланып қалды. Есеп 4-0. Әрине Мақтарал болдым тойдым демейді. Тағы да бірнеше голдар соғуға тырысып көреді. Мақтарал шабуылы. Алға ұмтылыс. Міне сол қантқа шабуылдың бағытын өзгертті. Ал бұл жерде тәртіп бұзылды. Әрине. Жалпы таймының басында командар 2-2 ауысымнан жасады. Мақтарал командасының қосылып құрамынан Мұсаев пен Әли Оғылы Рейісов пен Серіктің орнын басты. Ал қонақтардан Тінәлиев пен Абай Сатқанов пен Ботантаевтың орнына шықты. Осындай ауысымдар орын алды. Руслан Эсатов пен Ернар Омаровтың командаларында. Айып добы. Міне соққы. Және қақпашы қайтарды. Бұрыштама. Топ қақпашының қолынан табылды. Бірақ оған дейін алаң сыртына шығып кетіп қалыпты.
Сонымен Әлиоғлы керемет өтіп кетті қарсыластардан. Және кезекті бұрыштама. Жалпы бұл Мақтарал командасының осы ойындағы 7-ші бұрыштама добы. Әлиоғлы асырды. Аут. Сонымен бұл жолы Рамазан Әлиоғлыны Эмиль Сағидұлы да тоқтатты. Сонымен соған қапас. Қонақтардың бұл пайсал шабуылы қалай өрбейткен. Ортаға. Бірақ артқа қарай қайтарудан басқа шабуылда басқа нұсқа жоқ. Оңғатқа диагональ. Бегімхан Нарымбет. Сонымен бұл жерде Абдулахмет топтан айырылды. Енді қарымта шабуыл, офсайд жоқ. Алға қарай ұмтылыс әрмен қарай жалғасады. Нұржан Дәндібаев. Міне пас. Гол соғу керек. Я, гол соғылды. Гол соғылды. Есеп 5-0. Алла, Думан Шалғынбаев қорған қақпаға 5-ші гол енді. Гол соққан Мейрамбек Серікбай. Нұржан Дәндібаевта ассист. Керемет. Зор пас. Әдемі гол. Нұржан Дәндібаев бұл ойында 2 гол соқты, және 1 гол пасын шығарды. Алла, Мейрамбектің мына голда осы ойындағы алғашқы соққан доп болып есептеледі. 5-0. 53 минут қорытындысы бойынша нәтиже осындай. Басты сұрақ, Мақтарал әлі қанша гол соғады? Карл. Ал Карл бір нәрсе ойлап табады-ау. Ядик левей! Талха, стой! Міне керемет шабуыл, оң қанатқа пас. Нарымбет. Ай, осы жақсы басталып келе жатқан жатты. Осылай құртады ғой. Аут. Аут бұл жерде қонақтардың пайдасына. Бегімхан Нарымбет. Сонымен міне комбинация. Салауат өте алмады. Және тәртіп бұзуға мәжбүр болды. Мақтарал жылдан бұл айып тобын ойнатты. Шабуылда Дәндібаев бар. Жылдам ауттан допты ойынға қосты. Және ереже бұзылды. Әрине ереже бұзылды.
Фол. Қызыл құрамнан шыққан Дархан Тыңалиев. Тәртіп бұзды. Міне пас. Доп әлде алаңда. Скана, что вы там занимаетесь? Почему нет у вас там? Бақтияр Елбаевқа қарсы ереже бұзылды. Және ойыншылар ауысым бұл жерде қонақтар сапында орын алады. Салауат Ғабдулахметтің орнына Мерей Астай шығады. Астай Мерей. Я 13 нөмірлі ойынша. Қатарға қосылды. Дәндібаев орта қарай. Жақсы пас. Сонымен соққы. Астай Мерей шықты алаңға. Жасы 19-да Талдықорған қаласының тумасы. Жетісу жастар командасында өнер көрсеткен. Және биыл Жетісудан міне қалас командасына келіп қосылды. Жартылай қорғаушы. Бұл жерде Ғабдулахметтің орнын басты. Сонымен Елбай Бақтияр тарапына пас. Топқа талас. Бұл жерде үлгермеді. Елбаев туралы әңгімелейтін болсақ, Ордабасының жастар командасында өнер көрсетті. 2 жыл екінші лигада ойнады. Тәжірибесі бар, ал қазір енді Мақтааралда ойнайды. Эмиль, выше! Зачем-то выше! Бегим сюда, бегим сюда! Ядик! 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 Дәндібаев. Ой-ой-ой, эластико! Мәссаған. Енді 5-0 есебінде бұндай финттарды да жасауға болады. Енді бұл финт өтіп кеткенде Дәндібаевтың тик-тогында тұратын еді. Сонымен баспен соққы.
Ближе на то, Макс, ближе, ты работай, работай. Мирей, Баха, баха, баха. Беги. Жаңа эластико емес әрине. Эластико емес, шатасып кетіппін. Радуга деген винт болды. Кемпір қосақ немесе Неймар зор орындайтын еді дәл сол финтті. Бірақ Нұржан Дәндібаевтың де жалпы сәтті орындауына жақын қалып еді. Здорово. 5-0 есебінде енді білген істеуге болады ойыншылардың. Ортаға пас. Сонымен Мақсат Иманели артқа қарай қайтарды. Дәндібаев офсайдта ма екен? Төрешінің жолаушысы желбіремеді. Ойындармен қарай жалғастыру керек. Әлиоғла шабуылдың бағын өзгертті. Елібаевтың пасы. Бірақ мекен жайсыз болған сияқты. Жалпы осы ойынмен бір уақытта Талас Атырау жастар және Жеңіс жастар мен Елімай жастар арасындағы матчта басталды. Біздің ойынымызда 5 гол соғылды. Ал әлгі айтылған матчтарда гол жоқ. Мақтарал командасында футболшылар ауысымы Қажымұқан Қуатбекұлы алаңға шықты. Ол Самат Мәжіттің орнын басады. Мақтарал командасы сапынан ойын жалғастырылды. 71-ші нөмірде ойнаған Самат Мәжіттің орнына алаңға шыққан нөмірі 15 Қажымұқан Қуатбекұлы. Бір команда осы екінші лигада ең көп гол соққан саны ол 7 болып саналады. Оңтүстік командасы Тұран жастарды 7-1 есебімен жеңді. Ол ойын әрине біздің есімізде. Және бірнеше мәрте 6-0 есебі тіркелді. Бірақ 7 гол айырмасымен әлі 1-1 команда қарсыласын ойсырата жеңбеген. Сондай рекордты жасауға қазір Мақтаралда мүмкіндік бар. Әлі шамамен жарты сағат уақыт қалды. Матчтың аяқталам дегенше. Ал осы бір сәтті пайдаланып кете ме екен? Қақпашы допты өз қолына алды. Ертіс Тобыл жастарды 6-0 есебімен жеңіп еді алғашқы турда. Сосын оңтүстік Тұран жастары 7-1 есебімен жеңді. Жалпы осындай ірі есеппен жеңудің шебері Ертіс еді. Ертіс сонымен қоса 3-3 турда Жеңіс жастарды 5-0 есебімен сырт алаңда ойсырата жеңіп еді. Сосын Тобыл жастар 6-0 есебімен Қызылжар жастарын қапы қалдырды. Және Акас тағы да Тұран жастарды 6-0 есебімен тізе бүктірді. 6-0 осы маусымда 2 рет болды. 2 рет орын алды 6-0 есебі. 6-0 қатты қызық емес, сол үшін
7 голды соғуға Мақтарал қазір ұмтылады. Бегімхан Нарымбет қорғаушы алаңдағы орын бос ұстады. Оның орнына Айбар Зәрпіп шығады. Екінші нөмірде ойнаған Бегімхан Нарымбеттің орнына алаңға шыққан нөмірі 88 Айбар Зарипов. Айбар шықты. Сонымен Серікбай Тәндібай фартқа қарай. Ереже бұзылды. Айбар, левей. Да. Ал бұл жерде ойыншының мұрнынан қан ақты. Көмек қажет. Ал Күйфелда су жаңалық шыққан екен. Қазақстан кәсіпқой лигасының президенті Рафаэль Гарибян өзінің жұмыс орнын босатыпты. Оның орнына Ғани Қайназаров келіпті. Мен бұл ақпаратты Шарков Телеграм каналынан сіздерге таратып отырмын. Мақтарал шабуылда. Міне оған атқа пас. Әли оғылым. Алаң бітіп қалды. Жалпы екінші лигада ең көп гол соққан командалар солтүстік шығыс конференциясында өнер көрсетеді. Шахтер жастар командасы 19 рет. Қарсылас қақпасына гол соқса, ертіс болса 18 мәрте гол ұрыпты. Қазір енді осы ойында Мақтарал 5 гол соғып тұр. Осыған дейін Мақтарал 5 ойында 5 гол соқты. Ал қазір енді бір матчта, тура сол 5 матчта соққан голды қарсылас қақпасына енгізіп отыр. Міне осындай статистика. Ал бұл жерде сары қағаз бере ме екен? Бұл жерде доп ойнады, бірақ тік аяқпен қауіпті ойнаған үшін бұл жерде әрине төреші ауызша ескерту жасайды. Енді абайлап ойнау керек. Бұлай тік аяқпен Алиолдың секірген жөні болмады. Доп ойнады, я. Дегенмен
аяқты бұлай көтеруге болмайды. Леша, правая нога. Тони, стань за спину. Да, пусть он там работает. Дархот! Дархот! Эмиль, тюс, Эмиль, назад! Еще Эмиль, Эмиль! Офсайд смотри, Айдар! Тәртіп бұзылды. Ложка, забыл, Эмиль! Хорош, хорош, один! Давай, давай, Мусаев! Все, оставь его! Макс! Полоборота. Тони, ниже, ты ниже играй! Ближе, Дара, Дара, ближе! Закинь! Бүгін екінші лиганың екінші ойын күні. Қазір осы матчтармен 6-шы тур матчтары тәмамдалады. Және бізде ертең бірінші лиганың ойындары күтіп тұр. Жалпы барлық ойындарды сіздер qfl.kz сайтында тікелей эфирде көре аласыздар. Здорово, здорово, здорово! Сонымен Әли оғлы соққырсап үлгермеді. Елбаев топқа талас. Ойыншы ауысыма. Сағидолданның орнына Мұратов шықты. Oyun çalmasını 30. nömrede oynayan Emil Sagidoldan'ın ortuna alan başkan nomeri 24 Saken. Сәкен. Надо, Диагональ! Жалпы Қазаст командасының қосылып құрамында 7 футболшы бар. Соның 5-еуі де қазір ойынға қосылады. 5-шісі қосылды. Әлерге айтқанда. Сәкен. Міне 73-ші минутта алаңға кірді. Сәкен Ермекұлы 2005 жылы дүниеге келген футболшы. Қайрат жастар командасында ойнады. Ал енді қазір Қазаст командасында. Спорт және туризм академиясының командасы 5-0 есебімен жеңіліп жатыр. Енді абырой үшін қазір ең болмағанда бір гол соғуға тырысады. Ол үшін осындай ауысымдар да жасалып жатыр. Алға қарай пас. Міне жылдамдық. Сонымен допқа талас, ортаға қарай пас. Бірақ ол нүктеде ешкім табылмады.
Әлиоғлы тарапына пас. Бірақ үлгере алмады ойыншы. На угловом там же играешь, он подборит. Бери подбор. Дони, выше, Дони! Ничего, ничего. Один, что-то болит? Точно? Қонақтар шабуылы. Қарсыластың жартылаңына өтті енді. Әрі қарай шабуылдан нұсқалар табу қиын болып жатыр. Өйткені алаң иелерінің қорғанысы өте мығым. Бір саңлау тауып өткететін жағдай тумай жатыр. Мақтарал командасында футболшы ауысымы. Міне алаңға Асан шығады. Асан бұл жерде осы ойынның үздігі өзіге артық кетпейміз. Дәндібаевты алмастырды. Сонымен Асан ойынға жаңа қосылған ойыншы керемет пас шығарды. Әлиоғлы қақпашымен керемет мүмкіндік. Соққы және 6-0. 6-0 құрметті көрермен. Қосалқаннан шыққан екі ойыншы бұл голды ұйымдастырды. Асанның есебіне гол пасы. Міне пас берген әріптесін осылай қолпаштады. Рахметін айтты. Есеп 6-0. 7-0 есебі әлі екінші лигада болған жоқ. Құрметті көрермен, 7 гол айырмасымен әлі бірде-бір команда қарсыласын ойсырата жеңбеген. Асанның бұл пасы енді дер кезінде және дұрыс берілді. Және Әлиоғлы мүлт кетпеді. Бәрекелді. Мақтарал өз алаңында мықты. Үшінші рет қатарынан Атакент кетіндегі Алпамыс Батыр стадионында жеңіске жетуге өте жақын. Алтта 0. 80 минут артта қалды. Қосалқы құрамынан команданың бас бапкері Руслан Исатов ойыншыларды шығарды. Жалпы 4 ауысым жасады осы ойында. Және сол ойыншылар қазір мықты футболшы екенін дәлелдеп, гол соғып тағы да көзге түсуі тиіс. Осындай матчтарда әрине жоғары деңгейлі ойыншы екенін
көрсету керек. Сондай мүмкіндік бар. Міне пас өтпеді. Сонымен қақпа маңына бас. Және Алексей бұл допты қақшып алды. Жылдам ойынға қосты. Бірақ бұл доп тоқтату сәл қиынға түсті, дегенмен доп әлі де алаң иелерінде. Алға қарай ұмтылыс, шабуыл басталды. Аяқсыз қалды дегенмен. Мына бір сәтте Жамұханов шабуылға тойтарыс берді. Ой. Ойын тоқтату керек, өйткені жарақат алып қалды Карл. Тізесімен Карлың көкірегіне Мақтарал ойыншысы теуіп жіберді. Және сары қағаз, кейіннен белгілі отыр, мүмкін қапталдағы төрешілер төрешіге осы жайт бойынша айтқан шығар. Қауіпті ойын. Және Бақтияр Елбаевқа сары қағаз. Және сары қағаз алған ойыншыны қазір бірден ауыстырып жатыр Исатов. Елбаев өте жақсы ойнады бұл осы ойында. Және оның орнына Бағдат Жиенбай шықты. Бағдат Жиенбай қатарға қосылды. Соғатқа пас. Бірақ Мырзабек Асан ойыннан тыс қалды. Әли оғылы. Міне пас, бірақ өтпеді. Доптан Мақтарал айырылса жылдам қайтаруға тырысып қысым көрсетіп жатыр. Сөйтіп бірден допты қайтадан өз бақылауына алып, міне шабуылдарды ұйымдастырады. Астай. Немесе Астай. Міне пас. Қауіпті жағдай. Бір гол соғуға мүмкіндік. Гол соғылды. Бәрекелді. Гол. Өмірәли Карл. Екі ойын қатарынан гол соғып келе жатыр. Өткен ойында дубль рәсімдеп еді. Міне мына матчта Қазас командасының жалғыз гол авторын отыр. Бәрекелді. 6-1. Абырой болғанда Карл гол соқты. Қазас Атакенттен голсыз қайтпайтын болды. Концентрация жоғалтты. Қорғаушылар сөйтіп. Қонақтар оны пайдаланды. Ал енді Мақтаралдың жауабы. Осылай Мұсаев керемет гол соғуға мүмкіндігі болды. Бірақ сол аяқпен тепкен добы қақпадан әлде қайда қиыс ұшты. Өмірәли гол соқты. Өткен ойында қосақ құрамнан шығып дубль рәсімдеп еді. Сол кезде Карл, сен не істеп жатсың деп таңғалып едік. Сұмдық ойнады. Бұл жолда міне
қанжығасы майланды. Өз есебіне тағы да бір гол жазды. Сонымен қонақтар шабуылда. Айбар, пас, мүмкіндік. Бірақ соққы бұғатталды. Нәдір Абай теуіп көрбеді. Рамазан, опустите. Быстрее работать с мячом. Быстрее работать, здорово. Мерей Астайт тәртіп бұзды. Спорт және туризм академиясынан жасақталған футбол клубы. Алтта бір есемен жеңіліп жатыр. Зачем успокойся, он ударит, да? Найди как, поэтому говорит. Астай. Бұл шауысым ба әлде не болды бұл жерде? Допқа талас. Кана, в позицию встань, Кана. Кана, играй своим игрой, не надо придумывать ничего. Айбар, дай на нога, Айбар. Фол. Астай ауысты ма немесе қызыл қағаз алды ма? Түсініксіздеу болды. Ал бұл матчтың негізгі уақытының аяқталуы. Бас төреші неше минут қосады екен? 1 минут қосылды. Айып тоба. Және
Астай алаңнан қуылып кеткен екен. Төрешіге тым артық әңгіме айтып қойған секілді. Бәсе өйткені 5 ауысымда жасалынып еді. Ал Астайдың біз алаңнан кетіп бара жатқанын көрдік. Сол үшін міне осындай қорытынды шығарып отырмыз. Сонымен қоса қазір санап шықтым. Қонақтарда 10 ойыншы жүр. 11-шісі жоқ. Ал төреш қосқан 1 минут аяқталды. Сөйтіп біздің матчымызда міне тәмам.